Венгрия тарихының ең жұмбақ беті, оның бейнесімен және өзінің сұлулығы үшін 100-ден астам бейкүнә әйелдің жанын өлтірумен байланысты. Біз бұл таңғажайып сюжетке негіз болған фактілер мен мифтерді түсіндіретін боламыз. Достар, арнамыздың 90% көрермені жазылмай қарайды. Арнаға жазылып, лайк басуды және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл мені шабыттандырады. Әрі сіз көрмеген видеолар көптеп шығуына себеп болады. Бала кезімізден біз бақсылар, елестер, қаншерлер және басқа да зұлым адамдар туралы қорқынышты ертегілерді жақсы көреміз. Біз жетілген кезде олардың көпшілігінің тарихи прототиптері болғанын білеміз. Бұл тізімге аты әйгілі қанды графиня Елизавет Батори кіреді. Оның есімі осы күндері танымал болды. Ол мәңгілік сұлулық пен жастықты сақтау үшін жас қыздардың қанымен толтырылған ванналарды қабылдаған деп саналады. Оның есебінде 650-ден астам кісі өлтіру, адамгершілікке жатпайтын азаптау және тіпті бақсылығы бар. Бұл оны Гиннестің рекордтар кітабына тарихтағы қаншер сериялық өлтірушілердің бірі ретінде енгізуге мүмкіндік берді. Бірақ бұл рас па? Әлде оның атын шіркеу мен дұшпандары әдейі жамандап оны жерінен айыру, елдегі билігін шектеу үшін пайдакүнемдік мақсатпен атады ма? Елизавет, немесе оны дұрыс атасақ, Ержебет 1560 жылы 7 тамызда беделді венгр дворяны Батори отбасында дүниеге келген. Оның ата-анасы Джорги Батори мен Анна Батори бір отбасының екі тармағынан шыққан. Оның үлкен ағасы Иштван және екі сіңлісі Клара мен София болды. Ержебет бала кезінен өз отбасының тарихына құрметпен қарау рухында тәрбиеленген. Оны төзімділікке, өлімнен қорықпауға үйретті. Дәл осы қасиеттер оның болашағы үшін өте маңызды болды. Өйткені уақыт қиын болды және көбінесе әйелдер экономика үшін барлық жауапкершілікті өз мойнына алды және соғыс барлық дерлік ер адамдарды алды. Батори сияқты құрметті әулеттің билігін сақтау екесе қиын болды. Өйткені олардың әрқашан қызғаныштары мен жаулары болды. Қыз жиі құқық бұзушылық үшін қызметшілердің жазалануын, үйді басқарудағы қатыгездік пен көпшілік алдында жазалаудың куәсі болды. Дворяндардың өмірі қызметшілер мен шаруалардың өмірінен әлдеқайда жоғары бағаланды. Мұны Ержебеттің жас санасы сәби кезінен сол кездегі күнделікті өмірдің бір бөлігі ретінде сіңірді. Ержебеттің ата-анасы 10 жасында оны ықпалды венгр бароны және палатинасы Тамаш Надиштидің ұлы Ференц Надиштиге, ең алдымен олардың руларының бірігуінің саяси мүдделеріне сүйене отырып құдалық қылады. 5 жылдан кейін Ержебет 15-ке толып үйленуге дайын болғанда болды. Шақырылған қонақтардың арасында олардың саны 4,5 мың адамнан асты. Тек қана дворяндар, жоғары шіркеу қызметкерлері және корольдік үйлерінің мүшелері өкілдері болды. Күйеу жігіт пен қалыңдықтың үйлену тойында Чахтица деп аталатын сарай сыйға берілді. Ол кейінірек Ержебеттің сүйікті резиденциясы болды және оны Чахтица ханымы деп атады. Ержебет өз заманының ең білімді әйелдерінің бірі болған. Көптеген еуропалық тілдерді, оның ішінде көне тілдерді де меңгерген. Саясаттан, музыкадан, әдебиеттен, философиядан, жер басқарудан және кез келген тақырыпта әңгіме жүргізе алатын. Соңғысы қажет болды, өйткені күйеуі Ференц Надашти Осман империясымен ұзақ және қанды соғысқа барған кезде Баторидің жер иеліктерін сақтау ауыртпалығы оның иығына түсті. Ержебет Ференцке 6 бала туды, бірақ оның нөкерлерден некесіз балалары болғаны туралы деректер де бар. Олар туғаннан кейін бірден шешесінен алынып, ұят болмас үшін өлтірілген. Ференц Надашти түсініксіз жағдайда қайтыс болды. Тарихшылар оның өлімінің нақты себебі туралы келіспейді. Олардың ойынша бұл Ференц канизактармен араласқаннан кейін улану, соғыс жарақаттары,
тіпті патшалық қастандықтан кейін жұқтырған тері аурулары болуы мүмкін десті. Соңғы нұсқа ең сенімді болып көрінеді. Өйткені Ференц венгр әскерлерінің қолбасшысы болды. Ол уақытта жұқпалы аурулар көп болатын. Жақын ауылдардағы қыздардың аты аңызға айналған жаппай жоғалуы оның күйеуі қайтыс болғаннан кейін басталды. Бірнеше жылдан кейін ол шіркеу мен халықтың назарын аударды. Графиня үйді және жылжымайтын мүлікті басқаруға қабілетті болғанына қарамастан, оның істері ресми түрде Венгрияның ақсүйектері және болашақ палатинасы Дерги Турцуға тапсырылды. Бір қызығы, Чахтицадағы кісі өлтіруді тергеуді ол басқарды. Кейбір дереккөздер Турцу Ференцтің жесіріне үйленгісі келді деп мәлімдейді. Бірақ ержебет оның кездесуін және үйлену туралы ұсынысын қабылдамады. Өйткені ол үшін бұл неке мәртебе бойынша тең емес еді. Кез келген өршіл адам сияқты, Турцу да ержебеттің иелігіне саудалық қызығушылық танытып, бас тартумен келісе алмады. 1600 жылдардың басында графиниямен болған оқиғаның екі нұсқасы бар. Біріншісі және ең әйгілісі оның санасының бұлыңғырлығы. Бұл оны қанға құмарлыққа және өзінің сұлулығын сақтау үшін, өмірлік ресурстарын пайдалану үшін жас қыздарды өлтіруге келді. Екіншісі, графиня ірі иеліктердің иесінің міндеттерін орындап, ықпалды жесір әйел болып қалды. Ол әлеуметтік оқиғалардан аулақ болып, бар уақытын жерді сақтауға және өте жабық өмір салтын жүргізді. Авторлардың көпшілігінің айтуынша, ержебет қанның жан беретін күшін алғаш рет шашын абайсызда тарау үшін қызметші қызды қатты ұрғанда байқаған. Жас қыздың қаны графиняның бетіне шашырап, күннің таңғы нұрында қан кеткен жердегі терісі ақшылдап, тегіс болып кеткендей болды. Осы оқиғадан кейін графиня жас қызметші қыздардың қанын қолданып, жасартатын маскалар мен компресстерге ауысты. Бастапқыда қыздар Чахтица ханымның кез келген жақсылықтары мен сыйақылары туралы уәделеріне айырбас ретінде қан жоғалтудан өле бастағанға дейін өз еркімен қан беруге келісті. Ержебеттің басты сыбайластары Доротея, Катарина, Илона деген күндер және қызметші Фицко әуелі жетім қыздарды Чахтицаға жұмыс істеуге алыстан келгендерді таңдады. Әр жолы графиняға қан көбірек қажет болды. Тікенекті азаптаудың айлалы құралдары қолданылды. Олар қатты жарақаттап, бірақ қыздарды бірден өлтірмеді. Сондықтан ыдыстарға мүмкіндігінше көп қан жиналып, терең құмыраға немесе ваннаға құйылды. Бірақ бұл жеткіліксіз болды. Осы сәттен бастап оған тек пәк қыздар қажет болды. Өйткені ол жасарудың максималды әсеріне жету үшін жас қыздардың қаны таза және күнәсіз болуы керек деп есептеді. Ержебеттің қанды қылмысының шыңы темір қыз деп аталатын азаптау аспабы болды. Тікенектер жәбірленушінің денесінің өмірлік маңызды мүшелері жоқ жерлерге тесіп өтетіндей етіп орналастырылған. Сондықтан жәбірленуші баяу өлетін. Шкафтың төменгі жағында барлық жиналған қан ваннасы бар төменгі бөлмеге апаратын түтіктер арқылы жеткізілетін болды. Қарапайым халық арасында ержебеттің аты жөні дворяндардың құлағына әлі жете қойған жоқ. Көптеген отбасылар графиняның қыздарды оған оқуға жіберу туралы шақыруын шын жүректен қабылдады. Бірақ асыл қыздар үйлеріне қайтып оралмады. Бұл тергеуге олардың жоғалуы себеп болды. Неліктен қан ержебетке өмір беретін күшке ие болды? Біріншіден, ерте заманнан бері қан күшті, күштің көзі, қасиетті сұйықтық болып саналды. Алхимияда ол негізгі элементтердің бірі болды. Ал екіншіден, қанда натрий мен хлор иондары бар. Олар теңіз суына анық ұқсамайды. Қан маскалары мен ванналар әлі күнге дейін жасартатын мақсаттарда қолданылады. Сондықтан қан мен ванналарды қабылдаудың әсері бүгінгі күні тұзды ванналардың әсеріне ұқсас болуы мүмкін деп болжауға болады. Әрі тері тартылып тегістеледі. Ал оны жуғаннан кейін жеңілірек, бұл көбінесе оптикалық иллюзия болады. Алғашында олар қыздардың денесін түнде
қамалдан алыс жерге көміп жасыруға тырысты. Бірақ олардың саны тым көп болған кезде мәйіттер Чахтицаның қабырғаларынан тыс жерге лақтырылды. Қамалдың айналасындағы сасық иіс пайда болды және шыбындар көбейді. Бұл ақыр соңында Турцоның тергеуі ханымның кінәсін дәлелдеуге келді. Тергеуші өзінің күнделігіне барлық құрбандардың аты жөні мен жасын мұқият жазып алып, сотта оған қарсы басты дәлел болды. Онда 650-ден астам атаулар болды. Ұзақ азаптаудан кейін Ержебеттің күңдері мен сыбайластары бәрін мойындап кінәлі деп танылды. Үкім қатыгез болды және ең қысқа мерзімде орындалды. Әйелдерді бақсылар сияқты өртеп жіберді, ал еркектердің басын алды. Дворян ханымды өлтіру мүмкін болмағандықтан, бұл дворяндар арасында дүрбелең тудырып қана қоймады. Сонымен қатар Баторийдің бүкіл ықпалды отбасына зиян әсер етті. Сот графиняны жатын бөлмесінде оның өмірінің соңына дейін кірпішпен жауып қамауға шешім қабылдады. Ол терезелері мен есіктері жоқ Чахтица сарайында нашар тамақтанып, арық денесі жансыз табылғанша 3 жыл өмір сүріп өлді. Ержебеттің жерленген жері бірнеше рет өзгеріп, бүгінде белгісіз болып қалды. Кітап пен киноның арқасында Ержебетті біз осылай танимыз. Дегенмен шынымен солай болды ма? Сірә графиня шынымен де оның сыртқы келбетіне бейжай қараған жоқ және ол өзінің сұлулығын мүмкіндігінше сақтауға тырысқан шығар. Оған сиқыршылық, алхимияға құмарлық, тіпті шайтанға табынушылықты айыптау да кіреді. Ержебеттің кінәсін дәлелдейтін басқа да дәлелдерде дау туғызады. Өлген қыздардың санын, сол кездегі шаруалардың көпшілігін қырып жойған қандай да бір аурумен ақтауға болады. Сонымен қатар көптеген дерек көздерге сәйкес, құрбандардың саны айтарлықтай өзгерген. Сотта жауап алу кезінде графиняның қызметшілері 30-40 қызды өлтіргенін мойындаса, қысқалары 50-ге жуық деп айтты. Бірақ бұл мәліметтерді тергеушілер күдіктілерді бірнеше сағат азаптаудан кейін алған, сондықтан олар сенімді бола алмады. Қалай болғанда да Ержебет Баторий оқиғасы оның басынан өткен оқиғаға қандай да бір жолмен жарық түсіретін куәлар, дәлелдер, тіпті естеліктер жоқ аңызға айналды. Неге сену керек екен әркім өзі таңдайды. Оның жас қыздардың қанына шомылған қанішер болғанына, немесе қастандық құрбаны болғанына, және иығына ауыр жүкпен қарама-қайшылықта болған Ференц Надаштидің сүйікті жесірі әділетсіз өлім жазасына кесілгеніне ойланып қараймыз. Тарихқа қателер еніп жатқаны қандай өкінішті. Мысалы, барлық жерде қолданылатын қанды графиняның ең танымал портреттерінің бірі кәдесыйларда, кітап мұқабаларында, журналдарда және интернеттегі өмірбаяндық эскиздерде бейнеленген әйел суреті мүлде Ержебет Баторий емес, Лукрезия Панчатика екен. Бұл портретті 1540 жылы итальяндық суретші Агноло Бронзино салған екен. Яғни Ержебеттің туылуынан 20 жыл бұрын. Шамасы Лукрезияның жүзіндегі қатал өрнек, қызыл көйлек және оның аксессуарлары біздің замандастарымыздың қиялында мұңды бейнелерді тудырса керек. Баторийдің бейнесі иллюстрациялау үшін Лукрезия портретін кім және қашан қолданғаны белгісіз. Бірақ бұл қате бүгінде ол үшін өлімге келді.